Бүгін бізде Газель автокөлігінің электронды блок жүйесі. Осыған евро 0 прошивка жасаймыз. Евро 0-ді қандай өзгеріс болады? Өзінің евро 2, евро 3 немесе евро 4 санатына қарағанда. Көлік бізде қазір мекасы 10-да 3 деген компьютер. Мына компьютерден евро 0-ға ауыстырған кезде қандай өзгерістер болады? Соны айта кетейін қазір. Бізде евро 0-де распредвал датчик сөндіруге болады. Кислород датчиктерді сөндіруге болады. 1 мен 2-ні және де абсорбер клапанды сөндіруге болады. Сосын кондиционер по желанию. Егер қойдыратын болсаңыз тұрады, тоқтырмаса алып таста десеңіз алып тастаймыз. Содан кейін бізде қолдан келгенше егер релені прямой қылатын болсаңыз, гидромуфтың датчикті судың температурасын алып тастауға болады. Сосын волюметрді алып тастауға болады евро 0-де. Содан кейін қазір тағы бір қараймыз, қандай өзгерістер болатын. Ол үшін жаңағы лямбда регулирование бізге қажет емес. Сосын көбісіңіз байқайсыңыз ғой, көлікте жүріп бара жатырып чек мигать етеді, чек жанып сөнеді. Чек жанып сөнген кейін бір цилиндр немесе 2 цилиндр отказ береді. Сол кезде қайта сөндіріп, көлікті қыздырсаң кетіп қалады. Сол ауру болады көбінесе. Сол ауруды қалай кетіретіннің жолын айта кетейін. Бұл жерде бізде датчик резонансы мен датчик неровной дороги болады. Сол екеуі адамның құлағын құсап тыңдап тұрады. Клапанда проблема болса, немесе свеча жағалмаса, немесе ана газ форсункасы дұрыс шашпаса, немесе жаңағындай форсунканың редуктордың фильтрлері болады ғой, мына тонкий очистки, грубый очистки деген, солар бітетсе, давление керекті нақты давление бере алмай, көлік детонацияға ұшырайды. Соның кесірінен 2 цилиндр сөндіріп жүреді. Соның кесірінен көлікте бізде дұрыс жүрмей, тартпай, 80-ден аспай бір сондай проблемалар болады. Евро 0-де бізде жаңа айтқанымыздай распредвал, волюметр, бірінші, екінші датчик кислород, ол лямбизонт дейді ғой. Сосын клапан абсорбер, соларды сөндіруге болады. Сондықтан қандай өзгеріс бар деп комментарийде жазасыңыздар, WhatsApp-тан жазасыңыздар, Газельде қандай өзгеріс болатын. Сондықтан осы айта кеткен мына датчиктер қазір осы көлікті сөйтіп сөндіріп беретін боламыз.